әлі де жүріп жатыр бізде. Масқара біздің елде болып жатқан нәрсеге баға беру өте қиын, түсініксіз. Бұндай патриот азаматтар ел басында болмаған деген не? Халықпен қарым-қатынасы бар, білімі бар. Өзінің ойын айтып жеткізілетін азамат. Бұған өзі республиканың бар азаматшалары, саналылары, әлгі жағымпаз еместері даусын береді осы арманға. Егер бүкіл республикадан бір сондай сайланатын болса, ол бір округтың өзінен қаншама кедергілер жасалып жатыр. Арман мырза, соттың тәуелсіз болуына қол жеткізуге бола ма, көпшілік болса? Әрине болады, талап етеміз, құқықтарымыз бар деген сияқты. Бірден сөз өтірік айтқан жоқ. Сатқын деп айттық, оны дәлелдеймін қазір сотта. Өтіргеміз ғой сатқын деп. Бұл халықтың өтініші. Судьяның ешқандай қайтысы жоқ па? Халық қылуымыз керек қой. Спокойствие сақтайық. Бұл жалған ақпарат емес, бұл шындық. Шындық екенін мен қазір сіздерге дәлелдеп беремін. Және мен оны жайдан-жай сатқын деп айтқан жоқпын. Өйткені Ертісбаев мырза осы сайлау барысында Соловьев деген Ресейдің пропагандистіне берген эфирінде мен орыс тіліне бас иемін, мен Путинға өзімнің я благодарен Путину деді. Орысша айтқанда. Сондықтан меніңше, анау біздің қазақтарды қаңтарда күтіп барған. Меніңше бұл нағыз сатқындық. Соған сүйене отырып, мен сен сатқынсың деп Ертісбаевқа айттым. Және өзінің жеке парақшасындағы шыққан фотосына несі келді маған, скриншоты, соны жарияладым өзімнің. Бұл сатқындарға дауыс бермеңдер деп. Өйткені шынымен Ертісбаев мырза неге сатқын? Міне, ең біріншіден мынау халықтық деген партия бұрынғы коммунистік партия. Сол коммунистік идеяларды сатып, коммунистік идеологияларды сатып, халықтық болып шыға келді. Ол бірінші сатқында. Екіншісі, 30 жыл бойы Назарбаевтың бұлбұлы болып, Назарбаевты жақтап, енді өзі сол Назарбаев жүйесіне оппозиция болған халықтық деген партияны басқарып отыр. Өйткені Аманаттың құрылтайшысы, Нұр Отанның құрылтайшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Үшінші сатқындығы жаңа айтқан сөздері. Я благодарен русскому народу, я кланяюсь в пояс русскому народу, я благодарю Путина деген сөздері. Ол нағыз тұрған сатқындық. Өйткені дәл сол қаңтарда 300-ге жуық біздің қарадомалақтарымыз қырылып қалды. Соған сол Ресейден келген әскерилердің де тікелей қатынасы бар деп біледі бүкіл қазақ халқы. Бұл жерде мен тек қана өзімнің атынан емес, мені қолдайтын қалың қазақтың халқының атынан айтып отқан сөздерім. Сондықтан Ертісбаев сатқын болса, онда сол өзі басқарып отырған партияда мен үшін сатқын. Сондықтан анау жаңағы шағымдаған әйелді мен білмеймін да, оның кім екенін де білмеймін, атын атаған да жоқ. Если вам, да. Айта беріңіз. Бірінші, бұл сатқындарға дауыс бермеу керек деген репост деген жазбасына осы
есептеймін. Маған өте артында қаралауға жол берді деп есептеймін. Екінші, партия төрағасының пікірлеріне келіспеу үшін ешкім маған қысым көрсетпейді. Себебі ол басқа адам, жеке тұлға, мен басқа адаммын. Төрағаның оның алдында берген сұхбаттарына менің ешқандай қатысым жоқ. Әр адамның өз ой пікірі бар. Осы партияда нағыз бұл деген нағыз демократиялық принциптердің ұстанысы екен белгілері. Себебі партияда әркім өз мақсатын қою үшін, жалпы мақсаттарды орындау үшін кіріп отыр, әр адамның өзінің жеке пікірі бар. Мысалы, төрағаның өзі жеке пікірі болуы мүмкін, бірақ ол ешкім бізді құдалап жаңағы бізге ешкім қысым көрсетпейді, барлық бірдей ойлаңдар деп. Осыған орай менің енді сұрағым неге бұл осы аталған бізді оның ішінде сатқындар деген көпше түрде жазылдық бұл Арман Шораевтың постында. Менің түсінгенім бойынша сіз тек қана өзіңіздің бейне суретіңіз бірнеше адамның ортасында сіздің суретіңіз болғаннан кейін бұл сөзді сіз өзіңізге қатысты айтылған деп жазылған деп санап отырсыз ба? Я себебі сатқындарға деп көпше түрде айтылған сол менің оның ішінде менің бейнем де бар, сондықтан мен сатқындарға деген сөзді өзіме де қатысты деп ойладым. Сол себептен. Келесі сұрақ. Сіз айтыңызшы, онда осы Қазақстанның халық партиясының төрағасы Ертісбаевтың, Ресей Федерациясының телеарнасының журналисі Соловьевтың бағдарламасына берген сұхбатын көрдіңіз ба? Сол жердегі Ертісбаевтың біздің айтып отырған 2022 жыл қаңтар оқиғасы кезінде көмек берген Ресей Федерациясына, Ресей халқына, олардың президенті Путинге алғыс айтамын, тағзым етемін деген сөздерін естідіңіз бе, көрдіңіз бе? Іске қатысы бар. Себебі Шораев осы сөзге сүйеніп жазып отыр. Шораев осы сөзге сүйеніп жазып отыр. Осы сіз наулап отырған. Жауап беріңіз, жауап. Жауап беріңіз дейді сол. Бар ма, жоқ па? Жауап бере аласыз ба? Бере алмайсыз ба? Жоқ, мен сізге баға бер деп отырған жоқпын. Сіз оны көрдіңіз ба, естідіңіз ба? Өзіме жауап бере аламын. Біз партияға қосылған себебіміз жалпы партия қойған мақсаттарына жету үшін. Оның ішінде мен әлеуметтік салада мүгедек жандарды қорғау. Арызданушы, бұл жерде сізге сұрақ көрдіңіз ба, көрген жоқсыз ба? Да, нет, я, жоқ, болды. Жақсы, болды. Көрген жоқсыз. Келесі сұрақ. Айтыңызшы, сіздің партияңыздың төрағасы Ертісбаевтың сатқын деген сөзді бұқаралық ақпарат құралдарының алдында айтқанын естідіңіз бе? Яғни орталық сайлау комиссиясында осы кандидат ретінде тіркелгеннен кейін Ертісбаевтың өзі біздің партияда бұрын болғандар сатқындық жасады, басқа партияға ауысып кетті деген сөздер айтылды. Сіз оны естідіңіз бе, көрдіңіз бе? Бұл қатысты, себебі сіздің жаңа ғана сіздің өкіліңіз сатқын деген сөзді тек қана 174-ші баппен қылмыстық жауапкершілікке тартылған жағдайда ғана қолдануға болады деп айтқан болатын. Онда келесі сұрақ. Facebook желісінде өзіңіздің жеке парақшаңыз бар ма? Бар. Ол парақша қалай аталады? Нұрия Балтабайқызы. Айтыңызшы, мына фото көрсетіп тұрмын, бұл сіздің жеке парақшаңыздың суреті ма? Иә. Жақсы, онда келесі сұрақ. Сіз осы жеке парақша арқылы манағы осы іске негіз болып отырған Шораевтың бұл сатқындарға дауыс бермеңдер деген манағы публикациясының астына өз атыңыздан комментарий қалдырдыңыз ба? Нурия Балтабайқызы, это вы настоящий предатель. Не отдавайте свои голоса за Шораева Армана деген. Бұл сіздің жасаған комментарийіңіз ба? Жоқ, мен ешқандай комментарий жазған жоқпын. Өз тарапымнан, өз парақшамнан ешқандай комментарий да, жазба да, пікір да ешқандай қалдырған жоқпын.
Яғни сіз бұндай комментарий жасағаныңызды мойындамайсыз, солай ма? Мен оны жазған жоқпын. Жазған жоқсыз. Бұл манағы мен айтып өткен сөздер бұл сізге қатысты. Қай IP-адресте жазды анықтауға болады. Менің парақшамда мен өзім жеке басым ондай пікір жазған емеспін. Сіз Ертісбаев басқарып отырған Компартияның мүшесісіз. Мен сізге сол жерде айтыңызшы, мен сатқындар деген жерде сіздің аты жөніңіз бар ма? Айттым ба мен? Сіз сол жерге қадап айттым ба? Менің бейнем бар. Ол мені біраз адам қалайды. Мен айттым ғой, мен сұрадым сізден. Сіз рұқсатыңызды бердіңіз ба сол бейнені Ермұхамед Ертісбаев өзінің жеке парақшасына қоюға? Сіз фотосуретті салып отырсыз деп сіз айтып отыр. Өтті сот бүгін. Жауапкердің келмегенін қалай бағалайсыз? Жәбірленуші келмегені енді меніңше бұл ұят нәрсе. Егер шынымен мені кінәлі деп өз бет-бейнесін көрсетсе, келсе өтшілге міне қалың халықтың келетін біледі ғой. Шындық қай жағында екен түсіне тұрып осылай жасап атқаны әрине бұл арам пиғыл деп ойлаймын. 14 наурызға тағы кейінге шегерілді ғой. Келеміз енді 14-те. Иә, бірақ 19-ы ғой сайлау. Иә, ары қарата болды. Қалай? Енді қалай да болса да, бір күн қалса да, әлгі мені сайлаудан шеттетіру амалы деп білемін. Осындай соттың болған. Яғни бұл сот жерден әлгі Нұрия Балтабекқызы ол жай бір титушка ғой, биліктің титушкасы ретінде пайдаланып отыр оны деген сияқты. Онда ол түсініп отыр өзі. Түсініп тұрып, біліп тұрып, барып атыр бұндай адамға. Бұл енді миға сыймайтын нәрсе. Ермұхамед Ертісбаевпен ешқандай байланысқа шықпадыңыз ба? Жоқ, мен ол кісіге... Иә, біз ашық түрде дебатқа шақырдым. Одан қалды Ұлыс медиа деген біздің медиамызда мен өзіміздің алаңымызды береміз, келіңіздер деп, ол кісі де нейтралитет сақтаған мысалға журналистер. Оған да көнбеді. Сондықтан бұл жерде айтары жоқ. Сондықтан мен айтқам да, егер қазақ тілінде өзіміздің ана тілімізде дебат жүргізмесеңіз, онда өзіңіздің туған ана тіліңізде, орыс тілінде жүргізейік деп, оған да дайынмын да баруға, бірақ та амал нешік.